сұрақтары бар және қалай қазақшаластырамыз. Керек. SMS келеді. Өзі барлық рұқсаттарды көрсеңіз автоматты тіркейді. Мысалы рұқсаттар сұрап жатыр қазір. Барлығына иә дейміз. Менікі тіркелді. Қазір қарасаңыздар бәрі ағылшынша тұр. Бұл сөздер көп адамдар үшін түсініксіз болуы мүмкін. Біз тіл дегенге де кіріп көрейік. Ағылшын тілі бар, орыс тілде бар екен. Орыс тілі түсінетін адамдар орыс тіліне қояды. Ол бірақ дұрыс емес. Біз өзіміздің қазақ тілі бар болып тұрып, және өзіміздің мемлекет бар болып тұрып, біз орыс тіліне құл болсақ, ол надандық деп айтар едім мен біріншіден. Өйткені өз ұлтына, өз тіліне опа қылмаған адам ол кімге опа қылады? Біз әрине қазақ тілінде пайдаланғанымыз дұрыс. Ол үшін не жасаймыз біз? Мына жерде іздейтін жер бар. Іздеу сөзін жазатын жерге. Үш жерге айғұлақ ТГ мына жерге латынша қазақ деп жазсақ, осындай канал шығады, қазақша телеграм деген. Осыған кіреміз. Бұның ішінде қазақшаластыратын файл бар. Мына жерде тұр, Android XML деген. Осыны төмен қараған стрелканы басасыз. Бұл түсіп болды. Енді оң жағына қарасаңыз бір үштөшкі бар. Осының ішінде мына ағылшынша сөзді басасыздар. Мынаны басу керек. Бастық, міне қазақша деп шықты. Қазақ тілін таңдаймыз. Енді қарап көріңіз. Бүкіл телеграмның %95% қазақша болады. Бұны мен қытай тілінен аударып өзім жасағам. Кейбір жерлерінде енді қытайша сөздер кездесіп қалуы мүмкін. Алда уақыттың шығысына қарай біз бұны реттейтін боламыз. Бұны қазақшаластыру өте оңайға түспеді. 2 айдай уақыт кетті. Жалпы қытай тілінен аударғанда 153 мың әріптен тұрды. 153 мың 526 әріп дейді. Әрқандай мейлі смартфонымыз болсын, мейлі телеграм болсын, біз қазақ тілінде пайдаланайық. Себебі сіз қазақ деген ұлтсыз, қазақ деген Қазақстанның болашағы. Қазақстанның ғұмыры да, өмірі де қазақ халқымен мәнді. Қазақ тілінің болашағы, Қазақстанның болашағы деп айтамыз. Ол құр сөз болып қалмау керек. Осындай кішігірім істердің өзінен біз ұлттық мүддемізді тіктеуіміз керек. Әйтпегенде біз өмір бақи орыс тіліне құл боламыз. Телефоныңыздың параметрін міндетті түрде қазақ тіліне қойыңыз. Бұл сіздің ұлтқа және өзіңізге деген құрметіңіз болып есептеледі.